Hi everyone, how are you? Бүгін сіздермен adjective, яғни сын есім тақырыбын үйренетін боламыз. Және де бұл тақырыпта қарама-қарсы мағынадағы сын есімдерді ала отырып, тез үйренеміз. Олай болса бастайық. Мысалы қарайық. Big. Big, яғни бұл үлкен деген сөз. Үлкен. Мысалы, мына шеңбер жасайық. Үлкен ғой, Big. Big, яғни үлкен. Ал small деген қалай ойлайсыздар? Яғни бұның қарама-қарсысы антонимі, яғни ол кішкентай. Оған кішкентай шеңбер жасайық. Қарайық, қайталайық. Big, small. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Big, small. Big, үлкен, small, кішкентай. Өте жақсы. Келесі сөз long shot. Ол қандай мағынаны білдіреді десеңіздер, long ұзын, ал short дегеніміз қысқа. Бұны айтайық. Long ұзын, short қысқа. Тағы осы төрт сөзді тағы бір қайталап шығайық. Big үлкен, small кішкентай. Long ұзын, short қысқа. Өте жақсы. Келесі сын есімге назар аударайық. High, tall. High дегеніміз биік деген мағынаны білдіреді. Бұл әсіресе ғимараттарды сипаттағанда қолданылады. Ал адамның бойының биік, яғни ұзындығын білдіру үшін tall деген сөзді қолданамыз. Short деген екі мағынада да қолданылады. Мысалы, адамның бойын айтқанда да short деп айта аламыз. Бойы қысқа. Келесі old сөзі екі мағына білдіреді. Old сөзі де short сөзі сияқты. Және short сөзі ұзындықтан да қысқа, бойды жағынан да қысқа деген мағынаны білдірді. Ал old сөзі екі түрлі мағынаны білдіреді. Old ескі деген мағынаны білдіреді. Ал new жаңа деген сөз, қарама-қарсы. Old деген және де кәрі деген мағынаны білдіреді. Ал young болса жас. Яғни адамның жасына байланысты қолданамыз old. Бұл жерде old адамның жасына байланысты қолданылып тұр, young адамның жасына байланысты. Ал бұл жердегі ескі дегеніміз заттарға қолданамыз. Мысалы old smartphone, ескі телефон деуге болды, new smartphone, жаңа телефон. Ал old, young деген ол адамның жасына байланысты. Мысалы, my mother is old. Менің анам кәрі адам десек. Young деген жас. Мысалы, ол жас деп айтуымызға болады. She is young. He is young немесе. Жақсы. Сонымен тағы да бір қайталайық. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. High. High, ол неме мағынаны білдірді? High деген биік. Мысалы, ғимараттарды айтқанда қолданамыз. High building. Tall. Tall деген адамның бойы. Мысалы, Тимур is tall. Мысалы, Тимурдың бойы ұзын деп айтсақ, Келесі short деген қысқа. Мысалы, Олжас is short. Олжастың бойы қысқа десек. Жақсы, келесі old дегеніміз, бұл жерде ескі деген мағынаны білдіреді. Old. Ескі, new, жаңа. Old, кәрі, young, жас. Жақсы, бүгін сіздермен мына жерде қосқанда сонда 11 сын есімді үйрендік. Алдағы уақытта осындай видеоларды шығарып тұратын болғамын сын есім тақырыбында туралы. Келесі видеода сын есімдердің шырайларын түсіндіретін боламын. Сондықтан жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп, яғни қоңыраушаны басып қойыңыздар. Колокольчик дейміз бе? Сол қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің жаңа шыққан видеоларымда бірден көре алатын боласыздар. Келесі сабақта кездескенше, goodbye everyone.